Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге әдеттегідей дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін пісіретін сорпамыз балық сорпасы, яғни уха. Өте керемет, пайдалы, ауызашарға пісіріп берсеңіз де болады. Алдымен 5 литрлік кастрюлемізге суымызды құйып, қақпағын жауып, қайнатуға қоямыз. Енді пиязымызға кірісеміз, пиязымызды уақтап турап шығамыз. Жасыл жуаныңыз болса, жасыл жуаныңызды да осылай уақтап турап кесіп шығыңыз. Картоптарымызды да осылай алдын ала кесіп турап алдым. Балық сорпасын мен 4 карась балығынан жасайтын боламын. Балықтарды осылай теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Балығымды мен алдын ала тазалап алған болатынмын, және құлағында қылқыншаларын алып тастаймыз. Сорпамызға бір ас қасық аскөк, яғни укроп және дәмдеуіштер пайдаланатын боламын. Және бір шай кесе күрішімізді жуып, ысы сумен бұқтыртып аламыз. Суымыз қайнап шыққанда бұқтырылған күрішімізді саламыз. 2 ас қасық тұзымызды саламыз және туралған картоптарымызды салып, араластырып, 10 минутқа қақпағын жартылай жауып, орта отта қоямыз. 10 минут өткеннен кейін газдың астын өте баяу отқа қоямыз міндетті түрде. Және бетіне аскөгімізді, пиязымызды, көк жуамызды және де балықтарымызды салып, және дәмдеуіштерді салуды ұмытпаймыз. Сорпамызды ожаумен қатты етіп араластыруға болмайды. Сәл ғана бетін осылай араластырып жүрсеңіз болады. Өйткені біздің балықтарымыз өте жылдам пісіп қалады және ыдырап кетуі мүмкін. 10 минутымыз өткеннен кейін міндетті түрде газдың астын сөндіріп қойып қоятын боламыз. Міне өте дәмді, пайдалы, дәмі керемет сорпа шықты. Абайлап ожаудың көмегімен осылай балықтарымызды салып алатын боламыз. Араластырмаймыз. Өте дәмді, пайдалы сорпа шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Маған осылай жасаған балық сорпасы өте қатты ұнайды. Және де біздің балықтарымыз керемет болып пісіп шықты, ыдырап кеткен жоқ. Сорпамыздың ішіндегі балықтарымызды осылай бөлек ыдысқа салып алған жөн. Сонда біз қайттан сорпамызды жылытқан кезде мына балықтарымыз езіліп кетпейтін болады. Және ысы суда тұрса, ол езіліп кетуі мүмкін. Қылқандары шығып кетпес үшін мен осылай жасап аламын. Және де сорпаны құйып бергенде қасына осылай балықты қойып қоямын бетіне. Достар, видеом ұнап жатса, менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.